Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен осындай биік болып шығатын керемет классикалық бисквиттің рецептісімен сіздермен бөлісетін боламын. Сондықтан мен видеомды соңына дейін қарап, міндетті түрде каналыма тіркеліп өтулеріңізді сұраймын. Мұнда маған керекті заттар: жұмыртқа, қант, ұн, кукурузный крахмал, сұйық шым-шым, тұз, рыхлитель және ванилин керек болады. Ең соңында сұйық майдың жанына 50 грамм қайнап тұрған ыстық су құятын боламын. Сондықтан ыстық суларыңызды қайнатып қойыңыздар алдын ала. Мен мұнда көрсеткен жоқпын, себебі ыстық суым қайнап жатыр. Енді мұнда ең алдымен құрғақ массаларымызды, яғни ұнның үстіне крахмалымызды, рыхлителімізді салып, осылай венчиктің көмегімен араластырып шетке қойып қоямыз. Енді мұнда ыдысымызға жұмыртқаны, қантты және ванилин салып, ванилин саламыз өз қалауларыңызша, және шым-шым тұз салатын боламыз. Міндетті түрде ұмытпаңыздар шым-шым тұзды. Мына осы массамызды миксерге орналастырып, ең жоғарғы жылдамдықта миксерлейміз, яғни біздің массамыз 3 есеге дейін ұлғаю керек. 7-8 минуттай миксерлейміз, ол сіздің миксеріңіздің жылдамдығына байланысты. Және де бұл бисквиттің ерекшелігі, мен жұмыртқаны ағынан сарысына ажыратпай екеуін бірге миксерлейтін боламын. Енді формамды дайындаймын. Менде 28 диаметрлі форма. Сіздер 26-24 диаметрлі форма алсаңыздар болады. Сіздердің бисквиттеріңіз, яғни бұл бисквиттен де биік болып шығады. Мұны менің массам 3 есеге дейін ұлғайып дайын болды. Массаның дайындығын, мұны миксерімізден аққан массамыз өзінің ізін 3 секундқа дейін сақтап тұру керек. Сонда сіздің массаңыз дайын болды деген сөз. Міндетті түрде солай жасап көріңіздер. Мұны енді осы массамызға қайнап тұрған ыстық суымызды, сұйық майымызды және ұнымызды құятын боламыз. Ең алдымен ұнды саламыз. Ұнды міндетті түрде осындай електен өткізіп салыңыздар. Сонда сіздердің бисквиттеріңіз биік және воздушный болып шығады. Ұнымызды осындай арнайы силиконды лопатканың көмегімен астыдан жоғары қарай араластырамыз. Мұны екінші бөлігін салдым. Міндетті түрде астыдан жоғары қарай араластырыңыздар. Сонда сіздердің биік массаларыңыз өзінің биіктігін сақтап тұрады. Осылай араластырасыздар. Енді ары қарай сұйық майды, қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, тағы да астыдан жоғары қарай араластырамыз. Біздің суымыз бен сұйық майымыз біздің тестамызға бірігіп кету керек. Осылай тез араластыруға тырысамыз, біркелкі масса болғанша. Мұны бізде осындай биік масса шықты, өзінің биіктігін сақтаған. Енді осыны 2 табаға құйып аламын. Менде себебі 2 порцияға арналған бисквит. Сіздерге міндетті түрде описанияға бір рецептке арналған құрамды жазып кететін боламын. Мұны кішкене ғана сілкіп ауасын шығарып, енді осы массаны алдын ала қызып тұрған 170 градустағы пеште 25 минут пісіріп аламын. 20 минутқа дейін пештің аузын ашпаңыздар. 25 минутта осындай таяқшаның көмегімен тексеріңіздер. Таяқшаларыңыз құрғақ болып шығу керек. Сонда сіздердің бисквиттеріңіз дайын болды деген сөз. Мұны мен сіздерге табадан ажыратып көрсететін боламын ыстық күйінде. Сіздер 7-8 минутқа дейін табада тұрсын, яғни кішкене суып, содан кейін ажыратасыздар. Дайын болған бисквиттеріңізді табадан ажыратқаннан кейін міндетті түрде комнатный температурада 2 сағатқа дейін тұрсын, содан кейін барып кесетін боласыздар. Сонда сіздерде керемет бисквит шығады. Мұны бисквитімізді өткір пышақтың көмегімен осылай айналдырып отырып кесіп аламыз. Мұны бізде осындай өте нәзік тортқа арналған бисквит шықты. Міндетті түрде менің рецептіме жасап көріңіздер, және менің каналыма тіркеліп өтуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда күнделікті пайдалы рецепттер шығады.